Ертелі мыстан кемпір тауық аяғы үйімен орманда тұрыпты. Оның және 5 аққуы болыпты. Мыстан кемпір таң ата салысымен аққуларын шақырып айқайлай бастайды. Әй, ұзын мойынды жалқаулар, кешке үйге қонақ келеді. Сендер ауыл ішіне барып, маған семіз ақылды бір бала тауып әкеліңдер деп бұйырады. Тауып әкелмесеңдер өздеріңді қазанға салып қайнатып, қонаққа беремін деп қорқытады. Аққулар ауылдың үстін айналып ұшып жүреді. Ұшып жүріп бір үйдің терезесіне қараса, бір арық бала скрипка тартып тұр екен. Қасында қыздар билеп жатыр екен. Оларға қарап, ой, бұлар тым арық, жарамайды деп, аққулар ұшып жүріп екінші үйдің терезесіне келіп қараса, бір томпақ бала бір нәрселерді құрастырып отырады. Ол өзі ақылды, монтер бала екен. Аққулар баланы қасындағы қолдишасымен қосып ұрлап мыстан кемпірдің үйіне әкеп, есіктен лақтырып жібереді. Бала не болғанын түсінбей, сен кімсің, мен қайда келдім деп тұрып қалады. Кемпір баланы көріп, қандай томпақ, сұлу бала, келе ғой деп, бір бөлмеге қамап қояды. Кешке маған қонақтар келеді, сол қонақтарға сені кешкі ас етіп беремін дейді. Бала, мен пионермін, маған түйісуге болмайды дейді. Кемпір оны тыңдамай, қонақтарым келгенше мен біраз жатып тынығып алайын деп, пешінің үстіне шығып, қорылға басады. Бала есікке барып жайлап құлағын түріп тыңдаса, кемпір пырылдап ұйықтап жатады. Бала қолдишасындағы араны алып, есікті аралап аша бастайды. Жайлап кемпірдің жанына барып, арқанмен кемпірді байлап қояды. Кемпір оянып кетіп, көмектесіңдер, мені байлап тастады деп айқайлай бастайды. Кемпір, хап бәлем, сені ме, мен саған қазір көрсетемін. Сезіп тұрмын, менің семіз мысығым келе жатыр. Ол сені жеп қояды деп айқайлайды. Бала терезеден қараса, томпиған семіз көзінде көзілдірігі бар мысығы келе жатыр. Мысық талда тұрған шымшықты көріп, көзілдірігін көтеріп тық десе, талдағы шымшық жерге топ ете қалады. Оны қабына салып, сәл жүрген соң, қарғаны көріп, көзілдірігін тағы да алып көтеріп тық десе, қарға да дорбасына топ етіп түсе қалады. Бала дәреу қолдишасындағы ойыншық тышқанды шығарып, табалдырыққа қойып, өзі тығылып мысықты күтіп отырады. Ойыншық тышқаны құрылғымен жүретін еді. Мысық есіктен кіріп тышқанды көріп, ох деп көзілдірігін көтеріп, тық десе, тышқанға ештеңе болмайды. Мысық тағы да тық десе, ештеңе болмайды. Бұл не деген, тышқан өлмейтін, қазір ұстап алам деп тышқанды қуа жөнеледі. Тышқанды қуып жүріп, қатты жүгіріп дуалға соғысып, талып қалады. Бала енді есікті ашып шыға берсе, асықпа, қазір мысықтан мықты өлмес Кощей досым келеді. Сенің сүйегіңе дейін қалдырмай жеп қояды деп кемпір айқайлайды. Бала терезеден қараса, тық деп атымен өлмес Кощей досы келе жатыр екен. Үстіне бар жарар темір сауыттарын киіп, қылышын асынып алған екен. Сол кезде ақылды бала қолдишасындағы үлкен магнитті алып есіктің үстіне іліп қояды. Кемпір аузын жаппай, асықпа, қазір саған көрсетеді Кощей деп бергенде, бала кемпірдің аузына алмай тығып жауып қояды. Өлмес Кощей есікті ашып кіре бергенде, есіктің төбесіндегі магнитке жабысып қалады. Кощей ары-бері жұлқынып жерге түспекші болғанда, басы жұлынып кетіп, үйдің түбіндегі тесігіне түсіп, тауық аяқтың жанына топ ете қалады. Тауық аяқ Кощейді бір тепкенде домалап ұшып, айдалаға домалап кетеді. Кощей ашуланып тағы да жүгіріп келеді. Тағы да есіктің төбесіне магнитке жабысып қалады. Тағы да жұлқынып тауық аяқтың жанына топ етіп түседі. Тауық аяқ бір тепкенде аунап, айдалаға тағы да домалап кетеді. Кощей ойбай, не болып кетті? Бұлай қонаққа келгеннен келмегенім жақсы, үйіме кеттім деп қашып кетеді.
Сонда кемпір ашуланып: асықпа бала, сеніме бұл түк емес, қазір үш басты айдаһарым келе жатыр. Сен одан ешқандай құтыла алмайсың дейді. Үш басты айдаһары үш басын терезеден кіргізіп қаһарланып: кемпір, мына баладан құтқарыңдар, көмектесіңдер деп ақырады. Айдаһар аузынан отын шашқанда, бала от сөндіргішін дайындап отырып, сөндіріп өзі үйдің тесігінен түсіп қашып кетеді. Айдаһарлар баланы іздеп, үйдің түбіндегі тесікке бастарын тығып, оттарын шашқанда, кемпірдің үйі өртеніп аспанға ұшып кетеді. Үйдің ортасында пеші қалады, пештің үстінде кемпір отырады. Кемпір балаға қарап: ай, сен қандай ғана бала едің, мен сенен жеңілдім деп, аққуларын шақырып, мына баланы қайдан әкелдіңдер? Әкелген жақтарыңа апарып тастаңдар, енді мен бұл баланы көрмейтін болайын деп, аққуларына ақырып, өзі пешінің үстінде отырып қала береді екен.